Коронавирусты қолдан жасады деген ақш азамат ұсталды. Нақтырақ айтсақ, COVID-19 вирусын Қытайға саудалаған деген болжаммен Чарльз Либер есімді ғалым қамауға алынды. Бұл туралы ақштың әділет министрлігі ресми мәлімдеме жасады. Ол осы тест сынамасын сатқан үшін Қытайдан қыруар қаражатты алып келіпті. Сондай вирусқа қатысты әлемдегі қазіргі ахуал қалай, ұлағат арғын толықтырып айтады. Жер жаһанды жайлаған коронавирус қалай және қайдан шықты? Вирус пайда болғалы әлем сарапшылары осы сұрақта зерттеп әлек. Нәтижесінде COVID-19 вирусын өндіріп, оны Қытайға сатқан адамда таптымыз. Ол Чарльз Либер. ақш ғалымы әлемге әйгілі Гарвард университетінде химия және биология бөлімінің жетекшісі болып қызмет етеді екен. Ғылыми тәжірибесін шыңдағысы келді ме, қайдам вирусты химиялық жолмен жасаған. Бірақ вирусты өзі тексермеген, іске асыру үшін Қытайға сатқан көрінеді. Қазір ақштың мемлекеттік департамент өкілдері оның қамауға алынғанын хабарлады. Прокурорлардың мәліметінше, вирусты сату үшін күдікті деп танылып отырған Чарльз Либерді Қытай ғылыми стратег ретінде пайдаланған. Сондай-ақ осы тест сынамасын сатқан үшін Қытай Чарльз Либерге айына $50 000 жалақы, жылына $158 000 төлеген. Қытай сатып алған тест сынамасын тексеру үшін Ухань технологиялық университетіне зертхананы орнатуға $1,5 миллион астам қаражат жұмсаған деген ақпарат бар. Ал Ұлыбритания патшайымы 2-ші Елизавета халқына үндеу жолдады. Бұл 70 жылға жоқ әмірлік еткен патшайымның 4-ші жолдауы. Әдетте 93 жастағы монарх рождестволық құттықтаулар ғана жолдайтын. Үндеуде коронавирустық эпидемиясына байланысты өз азаматтарына ұстамдылық пен қайсарлықты көрсетуді сұрады. Қазір монархтың жолдауын ағылшын бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жариялап жатыр. Құрметті британдықтар, біз бұл сынаққа төтеп беруіміз керек. Мен осындай қиын кезеңде сіздерді барынша сабырға шақырамын. Инфекциямен күресте жүрген дәрігерлерге, сондай-ақ ел қауіпсіздігі үшін қызмет етіп жүргендерге алғысымды білдіремін. Біз өзіміздің бұрынғы алаңсыз бақытты өмірімізге қайтадан ораламыз. Мен оған сенім білдіремін. Бүгінгі таңда елде COVID-19-дан 5000 адам көз жұмып, Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон ауруханаға жатқызылды. Америка Құрама Штаттары вирус жұқтырғандардың саны бойынша әлем елдерінде алғашқы орында тұр. Елдегі 337 000 адамнан COVID-19 фактісі расталды. 131 000 адам вирус жұқтырған деген дерекпен Испания 2-ші орын, ал Италияда бүгінге дейін 128 000 адам індет жұқтырған. Ұлағат Арғын, Алматы телеарнасы.